Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қысқа қияр тұсауды үйренетін боламыз. Міндетті видеоның соңына дейін қарап, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен қиярды салқын суға салып 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін осылай суды қайнатып дайындап қоямыз. Енді қиярды жақсылап жуып, басқа тысқа салатын боламыз. Енді барлық қиярдың басын осылай алып тастаймыз. Оған дейін банканы осылай 2-3 минут булап дайындап қоямыз. Енді банкаға барлығын салып бастаймыз. Мен бірінші осылай 2 хрен жапырағын салдым. Енді барлығына 3 чесноктан салып шығамыз. Кейіннен барлығына бір-біреуден ащы бір салып шығамыз. Енді туралған болгар бұрышын салатын боламыз. Әрқайсысына бір-бірден лавр жапырағын салып, одан соң қиярды тығыздап орналастырып шығамыз. Енді қайнаған суды толтырып қойып, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Жиырма минут өткен соң осылай суын төгіп тастап, тағы да басынан жаңа су қайнатамыз. 2 литрлік банкеге 1 ас қасық қант, 2 ас қасық толтырмай тұз қосамыз. 3 штук аспирин мен жарты ас қасық уксус қосамыз. Енді толтырып үстіне қайнаған ыстық су құйып, бетін жабамыз. Жауып болған соң банканы төңкеріп, бір күнге бетін жылы нәрсемен жауып қойып қоямыз. Осымен банкамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Әлде көп рецептер болады.